Армысыздар, қадірменді тыңдарман. Асыларман текшесінің бүгінгі берілімінде күнделікті өздеріңізге тыңдатып келе жатқан Тарбағатай аймағы Тол ауданынан Мәден Ғаниұлының Айығу деген повесті жалғастырылады. Құрметті Айгүл, бұл хатты жазуға дәтім де шамам да жетпей, тағдырдың жазымышы салған зор қысым күшімен еріксіз қолыма қалам алдым. Мұнан бұрын да өзіңнен қаншама кешірім сұрағаным ойымда жоқ. Оған жарай, сен де кешіріп ақ келдің. Сенің адалдығың мен сабырлылығың адамзат баласынан ілуде бір кезігер. Десе де, төзімнің де шегі бар ғой. Мені ендігі жерде кешіргенді қойғанда, лағынат қарғысыңды жаудырып, адам санатынан шығарып тастайтыныңды сезіп отырмын. Өзі де арсыздығымнан айықпас өкініш арқаладым. Егер мұнан бұрын іштей қарғап сілеген болсаң, сол жүйелі қарғысың мірдің оғындай мүт кетпеді. Менің топшымды үзіп кетті. Саған да бір ғұмыр таусылмайтын қайғы қасірет тауып бердім. Бақытыңды сорға айналдырып, әбжылан болып сорып әкеттім. Нендей шара, нендей жаза қолдансаң да қолыңдамын. Өтірік айтып өмір сүргенше, шындықты айтып өлген артық. Қатерлі іс былай туылған еді. Январдың соңғы күндерінде бір бөлім сабақтастар бас қостық. Отырысымыз өте көңілді болды. Шарап sıраның қызуында бір-бірімізге есе бермей лепіріп кеттік. Бара-бара әзіліміз шынға, күлкіміз жынға айналды. Кеш бата отырысымыз мәресіне жетіп, екі-екіден қолтықтасып, сенделе басып көшеге кете бардық. Маған таскенедей жабысқан берік қояр да қоймай жата қаштырды. Қаншама қарсылық білдіріп, өлердегімді айтып, жалынып жалпайдым. Еш өнім болмады. Ақыры оның ырқына көндім. Мастығы тараған соң біртіндеп сабасына түсер деп, оның жақсылап демалуын көп өтіндім. Бірақ оған көне қоятын берік бе? Мазасы бек кетті. Мені тышқан алған мысықтай жүймалады. Осындай кезде жатақ есігін біреу тарсылдатты. Қағып тұрған әйел адам. Көк айыл долылыққа басқаны даусынан сезіліп тұр. Ашыңдар есікті. Өңшең, бұзық, қылмысты немелер, құмырсқаның тас басқаны тәңір қаян. Өздеріңше мен сезіп білмейді деп тұрсыңдар ба? Үстілеріңнен түстім бе бәлем? Енді өлсеңдер де меннен құтыла алмайсыңдар. Аш деген соң аш. Мен беріктің заңды әжелі Айгүлмін. Деп бет қаратпастан шарқ-шарқ етті. Жатақта жай түсіп, заман ақыры орнағандай болып кетті. Не істерімізді біле алмай, есіміз шығып, қуырған бидайдай туладық. Екеуміз де жаналқымға түсіп, есік пен терезеге жүгіріп, аядай жатақтың ішінде жынды көбелекше шырайналдық та қалдық. Берік ақыры, сақшы шақырса өлкен бәлеге қаламыз. Есікті ашпасақ болмайды. Деп, есікті ашуға оңтайланды. Мен зар еңіреп оны құшақтап жібермей, аш бешекті ашпа. Бүйтіп, ұяттың қара қазанына қайнағанша өз қолыңмен өлтіре сал, ағатай. Деп жалындым. Ол мені елең құрлы көрген жоқ. Төсектің үстіне қарай итеріп, көрсеткізіп құлатты да есікке беттеді. Мен жалма-жан атып түрі келіп, лампаны өшірдім де, жатақтың терезесінен өзім даттым. Болған біткені осы. Неше күн, неше түн құтқаруда ес ақылсыз жаттым. Су шерлігім болып,
бетім бері қараған кезде оққаным, Қасен бастаған сабақтастар отырыстан тараған соң бізді аңдыса керек. Олар зәремізді ұшырмақшы болып, бір қыз сабақтасқа сөз үйретіп, Айгүл болып жатақтың есігін қағып, шарқылда деп, оны сенің ролыңды ойнайтын артист етіп жасандырып, өздері перде артында режиссер болыпты. Ойыннан от шықты. Осы от лаулаған өртке айналды. Үшеумізді аямай күйдерді, басқаларды да шарпыды. Мен еңбек қуаты жоқ мүгедекке айналдым. Бір мектептің тіректі мұғалимасы едім. Қапелімде балта тиген қыршын талдай қуарып, қызмет істеу қабілетімнен айырылдым. Курсқа төп түзу жас шынардай қайқайып келіп, құла түздегі сексеуілдей мықырайып қайттым. Берік мені өмірлік бағуға жауапты. Оның қызуы жартымсыз, қызығы мардымсыз, тарихы тартымсыз махаббатын ықтиярсыз қабылдадым. Ендігі су ішер тағдырымды заңның алдында оның қолына өткізіп беремін. Сенің де адамдық және неке семьялық құқық мүддең бар. Біздің үстімізден арыз шағым айтуыңа болады. Қатым ақырласты. Артық кем айтылған жері болса, кешіргейсің. Құрметпен, Гүлсім. 1994 жылы 17 апрель. Бұл қатты оқып болғанша көз жасыма езіліп болды. Ол бинадан ұшса, мен жен тауға барып жартастан ұшып өлгім келді. Адам намыс отының күйдіруіне төз алмағанда өліп алуды ғана мақсат етеді екен. Көз алдыма Абай романындағы Қодарды құлатып өлтірген Шыңғыс даласындағы қара жартас елестеді. Кезінде оқып отырып, ішіміз қатты езілген, көңіліміз босап, көзімізге жас іріккенбіз. Кейіпкер Абаймен бірге Құнанбайдың жауыздығына кектенгенбіз. Қодар мен Қамқаның аянышты өлімі талай уақытқа дейін есімізден шықпай қойған. Қазақ даласындағы қараңғы замандағы қатыгез үкімнің қаталдығына наразы болған едік. Ондай әділетсіздікті біздің басымызға жазбасын деп тілегенбіз. Сол сұп-сұры суық қара жартас қазір маған ыстық сезіліп кетті. Адам өзін ешбір себепсіз өлтірмейді ғой. Басқалардың салған күйігіне төтеп бере алмай, жанына медет болар саңлау таба алмай, тіршілік жолынан адасып, тығырыққа тірелгенде, қиялыңның қысымы шегінен асып, миың құлыптанып, басқаны мүлдем ұмытып, өзге бір дүниенің шекарасын аттап кеткендей күйге енеді екенсің. Сол кезде сенің көзіңе өлімнен басқа еш нәрсе көрінбей кетеді. Тек бірден бір шығар жол өзіңді өзің өлтіріп тыну ғана болып, соған мәжбүри түрде бекінесің. Сол үшін ұшатын жартасың жай баспалдақ, буынатын жібің мойынға тағар моншақ, бауыздалатын пышағың мақтадай жұмсақ сезіліп, ешбір қорқыныш саған бөгет бола алмай қалады екен. Менің есім ауыса бастады. Өлуден бұрын лайықты дайындық көріп өсиет хатын жаздым. Әуелі өз-өзіме қол салуға себепкер болған адамдарға болған ашу кегімді, көрсеткен отбасы зорлығын, рухани жақтан тартқан азабымды нақтылы жаза келіп, туыс туған дос жарандарыма қош айттым. Ақ тілекті әкеме тапсырып, сүйегімді күйі бар болса, шешем марқұмның қасына жерлеуді өсиет қылдым.
Бүкіл елден артық ауыз келеңсіздік істеген жерім болса кешіруін өтіндім. Өлім емес, тойға баратындай жуынып, шайынып, таранып, сыланып, жаға жеңіме иіс су шаштым. Бойыма құп жарасатын жаңа киімдерімді киініп, қағаз қаламымды қалтама салып, ескі қорадан бір құлаш жіп іздеп таптым. Дауал қораның төбесіне сойдиып шығып тұрған мәтжаның ұшына жіптің бір ұшын мықтап байлап, бір ұшынан қысқа тұзақ жасадым. Бұл кезде күн жарықтықта аспан мен жердің қосылысқан жиегіне жетіп, соңғы алауымен будырмақталған шағын ғана бұлттар тобын, ұстаның ошағындағы көрі көрлеген көмірдің шоғындай қызартып, батып бара жатты. Мен оның ертеңгі шығыстан күлімдеп шығар алтын дидарын көрмеспін. Мәңгі көре алмаспын. Ол маған не керек? Мен оған да керек емеспін. Маған ендігі керегі қасиетті топырақ қой, топырақ. Сол торқамды жамылуға асықтым. Оның құрамындағы, менің денемдегі аттас асыл элементтердің магнит өрісі дәл қазір үдей түскендей. Бұл ғаламда онан ыстық, онан мейірімді ешбір нәрсе жоқтай сезілді. Оған менің ертеректе анам марқұм да барып алған. Енді мен барсам, анаммен қауышамын. Онан артық рақат, онан артық тыныштық да жоқтай сезіліп барады. Алау жалынды алып, от шарына бәрі керек. Ол осынау мен тәрк еткен тіршілік шеңберіндегі сан мың түрлі өзектілердің бәріне керек. Қысқа ғана жасаған ғұмырымда, онан қабылдаған жарық пен жылуға ризамын. Осы да маған жетеді. Пенде баласына, иә ерте, иә кеш бір өлім болатыны хақ. Өлімнен артық ешбір ақиқат жоқ. Оның алдында бәрі де теп-тең. Мен де жоқтан бар болғанмын. Енді бардан жоқ болудың алдында тұрмын. Иә, менің жоқ болуым дұспандарым үшін қуаныш, достарым үшін өкініш, қайғы әкелер. Бірте-бірте, көп ұзамай бәрінің де көздерінен кеткен соң, көңілдерінен де ұмыт болармын. Сұм дүние-ай, қош бол. Қош бол, күллі жарық әлем. Қош бол, ұлы табиғат, жер ана. Қош бол, адамзат қоғамы. Қош бол, ардақты әке, бірге туып қан жаласқан асыл ағаларым. Қош бол, күнәсіз сәби ақ тілегім. Қош болыңдар, бәрі-бәрің. Қош болыңдар. Берік, гүлсім, кең дүние сендерге қалды. Қош. Деп, бар күшіммен созылып барып, тұзаққа мойнымды іліп жібердім. Бүкіл кеңістікте қызғылт шеңберлер атқалақтап барып, қарауытып кеткендей болды. Онан кейінгісін білмеймін. Қанша уақыт өткенін кім білсін? Өзіме қайтадан орала бастадым. Иә өлі, иә тірі екенімді біле алмадым.
Біреу қылқындырып жатқандай, тамағымда қатты бір нәрсе кептеліп тұрған сияқты. Бірдеңелерді айтып сөйлегім келді. Бірақ даусым ішіме тартып, дыбысым шығатын емес. Оңға да, солға да қозғала алмаймын. Денем жоқ па, әлде жаным жоқ па? Әйтеуір құлағыма дыңылдаған дауыс келді. Шаттық музыкасына ұқсайды. Көзіме жын елестеп, бүйірімді шайтан түрткілей бастады. Сақылдап күліп кеттім. Жындар әлденелерді айтысып, күбір-күбір етеді. Мені сайқымазақ қылған сияқты. Ызадан жарыла жаздадым. Әттең өздерін бар ғой, шеттерінен жіпке асып өлтірер ме еді? Деймін тістеніп. Кенет әлгілер музыкаға билеп ыржың-ыржың етеді. Жиырың-жиырың етеді. Мен тағы да сақылдап күлдім. Аздап ақын шалыстығым бар еді ғой. Өлең құрайыншы. Мына мен өлімін бе, тірімін бе? Өлем деп асылып ем тірі күнде. Ал мынау ол дүние ме, бұл дүние ме? Жоқ әлде екеуінің бірлігі ме? Енді не демекпін? Соңын құрауға дәрменім жетпеді. Маған не болған? Мен қазақпын ғой. Қазақ болғанда қандай? Ақын қазақпын. Әйтпесе өліп жатып, яки өлгелі жатып өлең құраймын ба? Осы өлеңімнен өлердей қорқты білем. Әлгілер ғайып болды. Бірақ біреулер әлі де кетер емес. Әлі де күбір сыбыр болысып, мен жайлы ауыздарына келгенін көкіп жатыр. Зығырданым тағы да қайнады. Әттең мыналардың өзін шетінен жіпке бар ғой. Дей бергенімде бір сәби шырылдап, жылап қоя берді. Ойбай, бұл менің ақ тілегім ғой. Сөзсіз мені іздеп зар еңіреп жатыр. Қарғам, құлыным, ботам менің, қоңыр қозым. Әлгілер саған да маза бермей жатыр-ау. Келе қойшы, келе қой менің ыстық құшағыма. Деп оған ұмтылдым. Амал не? Денем жоқ па, әлде денемнің жаны жоқ па? Қанша қинала арып таласып ұмтылсам да ешбір қимылым жоқ. Бір тілсім күш бостыққа қамап жібермейді. Ақ тілекте дәл мендей хал күйде қалғандай. Көзіме көрінбейді. Сол тілсім қамауда жан дауысы шығып шыр-шыр етеді. Мен ұрпақ үшін жаралған анамын ғой. Ал бұл күйге қайдан түстім? Мені біреулер шынымен де әбден алжастырған екен. Ақ тілегімді құтқаруым керек деп тағы да ұмтылдым. Тағы да тілсім бостықтың азабымен алпарысып кеттім. Не заманда бір нәрсе ағараңдап келіп жарқ ете түсті. Кірпігім қимылдады. Қарашығым сол жарыққа бір нүкте болып қалған беті қалды. Ақтылы қаралы әлгілер жапа тармағай тұс-тұстан маған төніп келіп қалғандай болды. Есін жиды ғой бейшарай, су ішерлігі бар екен, деп қояды тағы біреу. Даусы Шәрбәннің даусынан аумайды.
Адам өмірі трагедия деген сөзді көп еститінмін. Осы трагедия құрылған өмірдің ішінде комедиялар да көп кезігеді екен. Бір маскүнем жігіт әйелімен ренжісіп қалып, бүйтіп сенен сөз естіп, өмір бойы ит десіп өткенше көзіңе күйік болмай-ақ бір жолата өліп тындым болайшы, деп далаға атылып шығып, қолына ілінген электр сымын қораның төбесіндегі матжаға байлап жіберіп асылса керек. Алайда оның салмағына шыдамаған электр сымы үзіліп кетіп, жерге дүрс етіп құлап түсіп, талықсып кетіпті. Жалма-жан жетіп келген келіншегі оны сүйеп тұрғызып жатып, «Әй, не болды саған сол құрлы? Жаныңнан уаз кешіп?» десе, есін әрең жиған күйеуі, «Ой, пырмай, өліп қала жаздағаным-ай!» деп үсті басының шаңын қағып жатыр дейді. Міне, мен де соның аяғын құшқан екенмін. Мен асылған жіп, шіріген жіп екенде үзіліп кетсе керек, бірақ сол орнымда дал-дұл болып талып жатып қалыппын. Шәрбәннің жүрмейтін жері бар ма? Күн бойы жинап терген ақпараттық хабарларын маған жеткізе қоймақшы болып, апақ-сапақта аулаға кіріп келісімен мені көре салып, шошығанынан тұра қашыпты. Енді бір жағынан пәлесі тиер деп те ойлаған болар. Ол әп-сәтте көрші қолаңдарды жиып келіп, мені дереу емханаға жеткізіпті. Манадан бергі менің миымдағы түрлі елестер, есімді жиюдың алдындағы сандырақтарым екен. Олар мені құтқару үшін барын салып, жанталасқа түскен доқтырлар мен көршілерім екен. Ал мен естіп жатқан музыка дегенім қасымда тұрған аспаптың дауысы болса керек. Осы уақиғадан кейін менің рухани дүнием қалыпсыз күйге ауысты. Нерв жүйелерім зақымға ұшырады ма, басым зеңіп, құлағым үнемі шыңылдап тұратын болды. Кей күндері мүлде ұйықтамаймын. Бедірейіп отыра беремін. Көзіме әлденелер елестеп, ең жақсы көретін адамдарым мен өшескім келеді. Олар мені үнемі бөзек етіп, қорлап тұрғандай сезінемін. Олар көзіме көрінбесе де, дәл қасымда тұрғандай, сөздері құлағыма естіліп, ояу отырып, ұйқысыраған адамша, өзімнен өзім сөйлеп кетемін. Кейде себепсіз мырс-мырс күлгенімді сезбей қаламын. Осындай күндерде менің қасымнан көршілер мен қызметтестер еш үзілмейтін болды. Күндіз демей, түн демей, бірі кетсе бірі келіп, құтты көлеңкемдей бір елі қалмайды. Осылардың ішінде қатты қадағалайтыны Шәрбән болды. Тамақ істеп береді, түзге ертіп шығады. Қасымда қона түне жатып, жанашырлық білдіріп, көңілімді жұбатып, ақылын да айтқан болады. Ақ тілекте оған бауыр басып, ол келген жерден ақ мөлдіреген көздері күлімдеп, қанаттанар алдындағы торғайдың балапанындай далп-далп етіп еркелей ұмтылады. Шәрбән да еш құр келмейді. Қашан көрсең қалтасынан кәмпит, жеміс жидектерін алып шығып, қолына ұстатып, еңкілдеп мейірін төгеді. Менің көңіл күйім көктемгі ауа климатындай құбылғыш болып алды. Кейде жайдары ашық жарқын, бәз баяғымдағыдай отырып, аяқ астынан жауар бұлттай тұнжырап түнере қаламын. Доқтырлар жабығудан рухани дертке шалдығу бар,
нерв жүйесі әлсіреген. Өзін сергек ұстап, сары уайым, мұң қайғыға салынбай, көңіл күйін көтеріп, тыныш ортада жақсы демалуы керек, деп кеңес берген екен. Тыңдағандарыңыз Мәден Ғаниұлының «Айығу» деген повесті. Оқыған Алтай аймақтық радио-телевизия станциясынан Әмина Өнерханқызы. Жалғасын ертеңгі берілімде тыңдатамыз.